Біздің қажайып көк әлеміміз су дүниесі. Мұхит деген өте үлкен әрі тамаша жер. Ол біздің жеріміздің көп бөлігін алып жатыр, біз тұратын құрлықтан да көп. Дүниемізді орап алған үлкен көк көрпе сияқты елестетіп көріңдерші. Бұл көрпе суға, тұзға және көптеген құпияларға толы. Ол сансыз жануарлар мен өсімдіктердің үйі. Бұл тіршілік иелерінің көбі бізге әлі беймәлім. Мұхит терең әрі кең, нағыз жұмбақ. Ол бізді өзінің сұлулығын зерттеп, түсінуге шақырады. Ол бір мезгілде күш пен тыныштықтың орны. Жерге ғарыштан қарап тұрмын деп ойлаңдаршы. Сонда көк түсті көресіңдер. Сол көк түс біздің таңғажайып мұхитымыз. Ол тек бір мұхит емес, бір-бірімен байланысқан көптеген үлкен мұхиттар. Олар Тынық, Атлант, Үнді, солтүстік мұзды және оңтүстік мұхиттары деп аталады. Әр бөлігі ерекше, бірақ олардың бәрі бірге үлкен су әлемі болып жұмыс істейді. Бұл әлем толқындармен және ағыстармен үнемі қозғалыста болады. Бұл қозғалыстар планетамызға жылу таратуға көмектеседі. Мұхит жердің үлкен жүрегі сияқты тіршілікке қуат береді. Мұхитта кішкентай өсімдіктерден бастап, ең үлкен жануарларға дейін көптеген тіршілік бар. Бұл өсімдіктер мен жануарлардың бәрі бір-бірімен байланысты. Олар бір-біріне және айналасындағы суға тәуелді. Мұхит оларға азық және мекен береді. Толқындар астындағы әлем қызу тіршілікке толы. Онда құрлықтағы кез келген таудан биік таулар бар. Сондай-ақ бірнеше шақырымға созылатын терең ойпаттар да бар. Мұхитты зерттеу тосын сыйларға толы басқа ғаламшарға саяхаттағанмен бірде. Біз күн сайын мұхит туралы жаңа нәрселер біліп жатырмыз. Ғалымдар тереңге түсу үшін арнайы қайықтар мен құрылғыларды пайдаланады. Олар жаңа жануарларды тауып, мұхиттың қалай жұмыс істейтінін біледі. Мұхит жердегі барлық тіршілік үшін, соның ішінде біз үшін де өте маңызды. Ол бізге азық тыныс алатын ауа береді және ауа райымызды реттейді. Біз осы үлкен көк ғажайыпқа жақсылап қамқор болуымыз керек. Ол біз болашақ үшін қорғауға тиіс бағалы сый. Оның құпияларын бірге ашайық. Мұхиттың ең үстіңгі бөлігі күн сәулесі аймағы деп аталады. Оны эпипелагиялық аймақ деп те атайды. Бұл аймаққа күн сәулесі көп түседі. Күн сәулелері шамамен 200 метрге немесе 650 футқа дейін жетеді. Бұл жарық өте маңызды. Ол фитопланктон деп аталатын кішкентай өсімдіктердің өсуіне көмектеседі. Бұл өсімдіктер теңіздің шөбі сияқты. Олар көптеген мұхит жануарлары үшін қорек тізбегінің басы. Мұндағы су мұхиттың терең бөліктеріне қарағанда жылырақ, себебі оны күн қыздырады. Жарық көп болғандықтан, бұл аймақ түрлі түсті бояуларға толы. Ашық көк суды және түрлі түсті балықтарды көруге болады. Балықтардың қалашығы сияқты маржан рифтері осы аймақта өседі. Күн сәулесі маржандардың тіршілік етуіне және үйлерін салуына көмектеседі. Көптеген жануарлар күн сәулесі аймағын жақсы көреді. Өйткені мұнда азық пен жарық мол. Бұл қызу тіршілікке толы жер. Жүзіп, аң аулап, ойнап жүрген жануарларды көруге болады. Бұл мұхиттың біз ең жақсы білетін бөлігі. Күн сәулесі аймағы оттегін өндіру үшін өте маңызды. Кішкентай фитопланктондар күн сәулесін пайдаланып өз қорегін жасайды. Осылай істегенде олар суға және ауаға оттегін бөледі. Шын мәнінде біз тыныс алатын оттегінің жартысынан көбін мұхит өндіреді. Сондықтан, мұхиттың бұл шуақты бөлігі тіпті теңізден алыс болсақ та, біздің өмір сүруімізге көмектеседі. Ол біздің планетамыз үшін үлкен тірі өкпе сияқты. Біз оны сау күйінде сақтауымыз керек. Сонда ол біз үшін ауа өндіруді жалғастыра алады. Бұл аймақта балық аулаудың көп бөлігі жүзеге асады. Адамдар күн сәулесі аймағында тамақ үшін балық аулайды. Көптеген қайықтар осы аймақтың бетімен жүзеді. Бұл сондай-ақ жүзу және серфинг сияқты көңіл көтеру орны. Бірақ бұл әрекеттердің бәрі проблемалар тудыруы мүмкін. Біз мұхиттың осы маңызды бөлігіне зиян келтірмеуге тырысуымыз керек. Күн сәулесі аймағының денсаулығы бүкіл мұхиттың денсаулығына әсер етеді. Ол төмендегі тереңірек, қараңғы суларға апаратын жарқын есік. Күн сәулесі аймағы көптеген таңғажайып тіршілік иелерінің мекені. Киттер мен дельфиндер сияқты үлкен жануарлар осында жүзеді. Олар ауамен тыныс алу үшін су бетіне шығады. Теңіздің ұлы аңшылары, акулалар да осы суларды бақылайды. Тунец пен сардина сияқты балықтардың үлкен топтарын кездестіруге болады. Олар қауіпсіздік үшін және азық табу үшін үлкен топтармен бірге жүзеді.
Теңіз тасбақалары су ішінде сымбатты қозғалады. Олар жұмыртқа салу үшін жағаға шығады. Бұл жануарлардың бәрі жарқын, жылы суда өмір сүруге бейімделген. Күн сәулесі аймағында көптеген кішірек жануарлар да өмір сүреді. Сайқымазақ балық пен періште балық сияқты түрлі түсті риф балықтары маржандар арасында зулайды. Шаяндар мен омарлар тасты жерлерде жасырынады. Медузалар ағыспен бірге ақырын қалқып, қармалауыштарын созып жүзеді. Теңіз құстары су үстінде ұшып, балық аулау үшін сүңгиді. Тіпті кішкентай планктондар да жануарлар. Зоопланктон суда қалқып жүретін ұсақ тіршілік иелері. Олар фитопланктонды жейді және үлкенірек жануарларға азық болады. Әрбір тіршілік иесі осы шуақты әлемде өз рөлін атқарады. Маржан рифтері күн сәулесі аймағындағы ең қызу тіршілік орындарының бірі. Оларды маржан полиптері деп аталатын кішкентай жануарлар жасайды. Бұл полиптер риф құрылымын құрайтын қатты қаңқалар салады. Рифтерде көптеген түрлі балықтар, теңіз жұлдыздары және теңіз кірпілері өмір сүреді. Рифтер жағалауларды үлкен толқындардан қорғайды. Олар тіршілік пен бояуға толы, әдемі су асты бақтары сияқты. Бірақ маржандар өте нәзік. Олар тіршілік ету үшін таза, жылы суды қажет етеді. Біз осы ерекше мекендерді қорғауымыз керек. Күн сәулесі аймағындағы жануарлардың онда өмір сүрудің ерекше жолдары бар. Көптеген балықтар сумен үйлесіп кету үшін күміс түсті немесе көк болады. Бұл оларға жыртқыштардан жасырынуға немесе жемтігіне білдірмей жақындауға көмектеседі. Кейбір жануарлар азық аулау немесе қауіптен қашу үшін өте жылдам жүзе алады. Басқаларының улы екенін ескерту үшін ашық түстері болады. Мұндағы тіршілік үнемі белсенді. Күн осы жарқын қауымдастық үшін энергия береді. Бұл үнемі қозғалыс, аң аулау және тіршілік үшін күрес әлемі. Күн сәулесі аймағының астында ымырт аймағы деп аталатын жер бар. Оның басқа атауы мезопелагиялық аймақ. Бұл аймақ шамамен 200 метр немесе 650 фут тереңдіктен басталады. Ол шамамен 1000 метрге немесе 3300 футқа дейін созылады. Күн сәулесі бұл аймаққа әлі жетеді, бірақ ол өте әлсіз. Ол толық қараңғы болғанға дейінгі іңірдегі жарық сияқты. Жарық өте аз болғандықтан мұнда өсімдіктер өсе алмайды. Су беткі қабатқа қарағанда әлдеқайда суық. Судың қысымы да әлдеқайда күшті. Ымырт аймағындағы тіршілік жоғарыдағы тіршіліктен мүлдем өзгеше. Мұндағы жануарлардың күңгірт жарықта тіршілік етудің ерекше жолдары бар. Көптеген тіршілік иелері қара немесе қызыл сияқты күңгірт түсті. Бұл түстер оларға көлеңкеде жасырынуға көмектеседі. Кейбір жануарлардың көздері өте үлкен. Бұл үлкен көздер оларға аз жарықта көруге көмектеседі. Олар азық тауып, жем болмауды білуі керек. Бұл мұхиттың жұмбақ бөлігі. Ғалымдар бұл аймақ туралы әлі көп нәрсені зерттеп жатыр. Өсімдіктер үшін күн сәулесі жоқ, сондықтан мұндағы жануарлар азықты басқа жолдармен табуы керек. Кейбір жануарлар жоғарыдан түсетін теңіз қарын жейді. Теңіз қары өлі өсімдіктер мен жануарлардың ұсақ бөлшектерінен тұрады. Ол күн сәулесі аймағынан баяу төмен түседі. Ымырт аймағындағы басқа жануарлар түнде су бетіне қарай жүзеді. Олар қараңғы және қауіпсіздеу болғанда қоректену үшін күн сәулесі аймағына барады. Содан кейін күн шыққанға дейін ымырт аймағына қайта түседі. Бұл күн сайынғы ұзақ сапар. Ымырт аймағы мұхиттың өте үлкен бөлігі. Онда көптеген құпиялар мен оғаш тіршілік иелері бар. Мұндағы қысым өте жоғары. Ол арнайы қорғансыз адамды мыжып тастар еді. Бірақ мұнда өмір сүретін жануарлар оған үйренген. Олардың қысымға төтеп бере алатын жұмсақ денелері бар. Бұл аймақ мұхиттың қорек тізбегінде маңызды рөл атқарады. Ол су бетіндегі тіршілікті мұхиттың одан да терең, қараңғы бөліктеріндегі тіршілікпен байланыстырады. Ол екі әлем арасындағы көпір. Break time. 5-ші бөлім. Күңгірт жарықтың құпиялары, ымырт мекендеушілері. Ымырт аймағы кейбір өте ерекше тіршілік иелерінің мекені. Мұндағы көптеген жануарлар өздері жарық шығара алады. Бұл биолюминесценция деп аталады. Олардың денелерінде жарқырайтын арнайы химиялық заттар бар. Бұл жарықты жемтігін еліктіру үшін пайдалануға болады. Оны жыртқыштарды шатастыру немесе жұп табу үшін де қолдануға болады. Қараңғы суда жымыңдаған кішкентай шамдарды елестетіңдерші. Шамша балықтар жарқыраған дақтарымен танымал. Кальмарлар мен асшаяндардың кейбір түрлері де жарық шығара алады. Бұл мұхиттың тереңде болып жатқан құпия жарық шоуы сияқты.
Ымырт аймағындағы кейбір тіршілік иелерінің тістері өте өткір және ауыздары үлкен. Жылан балық соның бір мысалы. Оның аузы жабық тұрғанда да сыртқа шығып тұратын ұзын ине тәрізді тістері бар. Айдахар балықтың да аузы үлкен және тістері өткір. Ол кішкентай балықтарды еліктіру үшін жарқыраған жемді пайдаланады. Бұл аңшылар күңгірт жарықта азық аулауға шебер. Мұнда азық табу қиын болуы мүмкін. Сондықтан олар тамақтануға мүмкіндік алғанда, оны жіберіп алмауға тырысады. Олар осы қиын жерде тіршілік етудің шеберлері. Ымырт аймағындағы басқа жануарлар бүркеніштің шеберлері. Балтабалықтардың денелері жұқа, күміс түсті. Бұл пішін оларға жоғарыдан түсетін әлсіз жарықпен үйлесуге көмектеседі. Жыртқыштар жоғары қарағанда оларды көру қиын. Көптеген жануарлар қызыл немесе қара түсті. Қызыл жарық бұл тереңдікке жетпейді. Сондықтан қызыл жануарлар қара болып көрінеді және көрінбейді десе де болады. Бұл оларға өздерін жегісі келетін жануарлардан қауіпсіз болуға көмектеседі. Бұл айқын көріністе, дәлірек айтсақ, айқын күңгірттікте жасырынудың тапқыр жолы. Ымырт аймағы сондай-ақ ұлы көші-қон орны. Әр түн сайын миллиондаған ұсақ жануарлар осы аймақтан жоғары қарай жүзеді. Олар қоректену үшін күн сәулесі аймағының бай суларына сапар шегеді. Бұл жердегі ең үлкен жануарлар көші-қоны. Ол күн сайын болады. Бұл жануарларға ұсақ балықтар, асшаяндар және кальмарлар жатады. Олар көптеген ірі жануарлар үшін маңызды азық көзі. Содан кейін күн шыққанда, олар қараңғылықтың қауіпсіздігіне қайта төмен түседі. Бұл күнделікті сапар таңғажайып және мұхит тіршілігі үшін өте маңызды. Гәп. 6-шы бөлім ең қараңғы тереңдіктер түн ортасы, тұңғиық және шұңғымалар. Ымырт аймағының астында мұхит толығымен қараңғы болады. Бұл жерде біз түн ортасы аймағын, басқаша айтқанда Батиальды аймақты табамыз. Ол 1000 метрден немесе 3300 футтан басталып, 4000 метрге немесе 13100 футқа дейін созылады. Мұнда күн сәулесі мүлдем жетпейді. Айсыз түн сияқты үнемі қараңғы. Су өте суық, қату температурасынан сәл ғана жоғары. Су қысымы өте зор. Бұл сенің үстіңде көптеген пілдер тұрғандай. Мұндай қиын жерде тек өте ерекше жануарлар ғана өмір сүре алады. Түн ортасы аймағынан да тереңірек, тұңғиық. Бұл абиссальды аймақ. Ол 4000 метрден немесе 13100 футтан 6000 метрге немесе 19700 футқа дейін созылады. Терең мұхит түбінің көп бөлігі осы аймақта орналасқан. Ол жұмсақ лаймен қапталған кең тегіс жазық. Бұл лай өлі жануарлар мен өсімдіктердің қалдықтарынан тұрады. Бұл қалдықтар көптеген жылдар бойы жоғарыдағы сулардан баяу төмен түскен. Тұңғиық өте суық әрі қараңғы. Қысым адам сенгісіз. Мұндағы тіршілік баяу және оғаш. Мұхиттың ең терең бөліктері гадальды аймақ немесе шұңғымалар деп аталады. Бұлар мұхит түбіндегі ұзын тар шатқалдар. Мариан шұңғымасы жердегі ең терең белгілі жер. Ол шамамен 11000 метрге, яғни 36000 футқа жуық тереңдікке дейін барады. Бұл Эверест тауының биіктігінен де терең. Мұндағы қысым су бетіндегіден 1000 еседен астам жоғары. Температура қату нүктесінен сәл ғана жоғары. Мұнда экстремалды ортада қандайды бір тіршіліктің болуы таңқаларлық. Бірақ мұнда да тірі ағзалар бар. Бұл терең аймақтарды зерттеу өте қиын. Ғалымдар су асты аппараттары деп аталатын арнайы сүңгуір қайықтарды пайдаланады. Бұл машиналар үлкен қысымға төтеп бере алады. Олардың қараңғыда көруге арналған күшті шамдары бар. Сондай-ақ үлгілерді жинауға арналған робот қолдары бар. Ғалымдар әр түскен сайын жаңа нәрселер біледі. Олар бұрын соңды көрінбеген жануарлардың жаңа түрлерін табады. Терең мұхит жердегі ең үлкен мекендеу ортасы. Ол әлі де негізінен зерттелмеген. Онда ашылуын күтіп жатқан көптеген құпиялар бар. 7-ші бөлім шексіз қараңғылықтағы оғаш тіршілік, терең теңіз тіршілік иелері. Түн ортасы аймағында, тұңғиықта және шұңғымаларда өмір сүретін тіршілік иелері шынымен де таңғажайып. Олардың көбі өте оғаш көрінеді. Олар толық қараңғылықта және шектен тыс қысымда өмір сүруге бейімделген. Терең теңізде азық өте тапшы. Сондықтан бұл жануарлар азық табудың және жеудің тапқыр жолдарын дамытқан. Кейбіреулерінің ауыздары мен асқазандары өте үлкен. Бұл олардың өздерінен де үлкен жемтікті жей алатынын білдіреді. Олар тамақтануға кез келген мүмкіндікті пайдалануы керек. Олар ұзақ уақыт бойы басқа тамақ таппауы мүмкін.
Биолюминесценция бұл терең қараңғы аймақтарда да жиі кездеседі. Көптеген терең теңіз балықтары, кальмарлар және басқа тіршілік иелері өздері жарық шығара алады. Қармақшы балық танымал мысал. Оның басында ұшы жарқыраған ұзын тікені бар. Ол бұл жарықты кішкентай балықтарды еліктіру үшін қармақ сияқты пайдаланады. Қызыққан балық жақындағанда қармақшы балық оны ұстап алады. Басқа жануарлар жарықты бір-біріне белгі беру үшін пайдаланады. Немесе олар жыртқышты үркітіп, қашып кету үшін жарық жарқылын пайдалануы мүмкін. Бұл тірі шамдар қараңғыда әдемі. Көптеген терең теңіз жануарлары өте баяу қозғалады. Олар энергияны үнемдеуге тырысады, өйткені азық табу өте қиын. Теңіз қияры мен теңіз жұлдызы сияқты кейбір тіршілік иелері мұхит түбінде баяу жорғалайды. Олар жоғарыдан түсетін азық бөлшектерін, яғни теңіз қарын жейді. Қапшық ауыз жыланбалық сияқты басқа жануарлардың ауыздары өте үлкен. Олар өте үлкен жемтікті тұтастай жұта алады. Кейбір балықтардың көздері мүлдем жоқ, өйткені көретін жарық жоқ. Олар жол табу және азық табу үшін иіс сезу немесе сипап сезу сияқты басқа сезімдерін пайдаланады. Тіпті ең терең шұңғымаларда да тіршілік бар. Қалымдар амфиподтар деп аталатын ұсақ, ашшаян тәрізді тіршілік иелерін тапты. Олар сондай-ақ Мариан шұңғымасының түбіне жақын жерде жүзіп жүрген ұлы балықтарды тапты. Бұл жануарлар мылжалайтын қысымға төтеп беруге арнайы бейімделген. Кейбір терең теңіз тіршілік иелері гидротермальды бұлақтардың жанында өмір сүреді. Бұлар суасты ыстық бұлақтары сияқты. Жердің ішінен шыққан химиялық заттар осы бұлақтардан шығады. Кішкентай бактериялар осы химиялық заттарды пайдаланып азық жасайды. Содан кейін басқа жануарлар сол бактерияларды жейді. Бұл күн сәулесіне мүлдем тәуелді емес тұтас экожүйе. Break time экожүйе. 8-ші бөлім мұхитымыздың сыйлары және біздің үлкен уайымдарымыз. Мұхиттарымыз планетамыз үшін және біз үшін өте маңызды. Олар бізге көптеген тамаша сыйлар береді. Ең үлкен сыйлардың бірі біз тыныс алатын ауа. Кішкентай мұхит өсімдіктері фитопланктон жердегі оттегінің жартысынан көбін өндіреді. Сондықтан біздің әрбір екінші тынысымыз мұхиттан келеді. Мұхиттар сондай-ақ климатымызды реттеуге көмектеседі. Олар күннен көп жылуды сіңіреді. Олар бұл жылуды ағыстар арқылы бүкіл әлемге таратады. Бұл жердегі температураны тұрақты ұстауға көмектеседі. Мұхиттарсыз біздің планетамыз мүлдем басқаша және өмір сүруге қиын жер болар еді. Мұхиттар бізді азық-түлікпен де қамтамасыз етеді. Дүние жүзіндегі миллиондаған адамдар балық пен теңіз өнімдеріне тәуелді. Балық аулау көптеген адамдарға жұмыс беретін үлкен сала. Бірақ болашаққа балық жету үшін біз ақылмен балық аулауымыз керек. Мұхиттар бізге тұз бен минералдар сияқты маңызды ресурстарды да береді. Ғалымдар тіпті мұхит тіршілік иелерінен жаңа дәрілер тауып жатыр. Мұхит сондай-ақ таңғажайып пен шабыт көзі. Көптеген адамдар теңізде жүзгенді, серфингпен айналысқанды, желкенді қайықпен жүргенді немесе жай ғана теңіз жағасында серуендегенді жақсы көреді. Ол бізді тыныштандырып, бақытты етеді. Бірақ мұхиттарымыз қиын жағдайда. Адам әрекеттері үлкен проблемалар тудыруда. Ластану ең үлкен қауіптердің бірі. Пластик пакеттер, бөтелкелер және басқа қоқыстар мұхитқа түседі. Бұл пластик теңіз жануарларына зиян келтіріп, оларды өлтіруі мүмкін. Олар пластикті жеп қоюы немесе оған оралып қалуы мүмкін. Фермалар мен зауыттардан шыққан химиялық ластану да мұхитқа зиян тигізеді. Мұнай төгілулері теңіз экожүйелеріне қорқынышты зиян келтіруі мүмкін. Бұл ластаушы заттар суды жануарлар мен біз үшін қауіпті ете алады. Біз мұхитқа үлкен қоқыс жәшігі сияқты қарауды тоқтатуымыз керек. Климаттың өзгеруі мұхиттарымызға төнетін тағы бір елеулі қауіп. Жер жылынған сайын мұхиттар да жылынады. Жылы су маржан рифтеріне және басқа теңіз тіршілігіне зиян келтіруі мүмкін. Жылы су теңіз деңгейінің көтерілуіне де себеп болады. Бұл жағалаудағы аймақтарды су басуы мүмкін. Мұхиттар сондай-ақ ауадан көп көмірқышқыл газын сіңіреді. Бұл суды қышқылдандырады. Мұхиттың қышқылдануы маржандар, ұлулар және устрицалар сияқты қабыршағы бар жануарларға зиянды. Олардың қабыршақтары әлсіреп, еруі мүмкін. Біз бұл қауіптерді азайту үшін қазір әрекет етуіміз керек. 9-ші бөлім көк жүрегімізге көмектесу, мұхиттарды бірге қорғау. Біздің таңғажайып мұхиттарымызды қорғауда әрқайсымыздың өз үлесіміз бар.
Бұл үлкен жұмыс сияқты көрінуі мүмкін, бірақ әрбір кішкентай әрекет көмектеседі. Біз жасай алатын маңызды нәрселердің бірі пластик ластануын азайту. Біз күнделікті өмірде пластикті аз пайдалана аламыз. Қайта пайдалануға болатын сөмкелерді, су бөтелкелерін және контейнерлерді таңдаңдар. Пластик түтікшелерден бас тартыңдар. Пластикті мұхитқа түспеуі үшін дұрыс қайта өңдеуді ұмытпаңдар. Біз сондай-ақ жағалауларымыздан қоқысты тазарту үшін жағажай тазалау жұмыстарына қатыса аламыз. Алынған әрбір пластик бөлігі теңіз жануарлары үшін бір қауіптің азайғаны. Тұрақты балық аулауды қолдау да өте маңызды. Теңіз өнімдерін сатып алғанда мұхитқа зиян келтірмейтін жолдармен ауланған түрлерін таңдай аламыз. Балықтың тұрақты екенін көрсететін белгілерді іздеңдер. Бұл балықтардың тым көп ауланбайтынын білдіреді. Бұл сондай-ақ балық аулау әдістерінің мұхит түбіне зиян келтірмейтінін, немесе басқа жануарларды байқаусызда ауламайтынын білдіреді. Дұрыс таңдау жасау арқылы біз балық популяцияларын қорғауға көмектесе аламыз. Бұл болашақ ұрпақтар үшін балықтың болуын және сау мұхит экожүйелерін қамтамасыз етеді. Климаттың өзгеруімен күресу үшін біз көміртегі ізімізді азайтуымыз керек. Бұл мұхиттарды жылынудан және қышқылданудан қорғауға көмектеседі. Үйде шамдар мен электрониканы пайдаланбаған кезде өшіріп, энергияны үнемдей аламыз. Көлік жүргізудің орнына жаяу жүре аламыз, велосипед тебе аламыз, немесе қоғамдық көлікті пайдалана аламыз. Етті аз жеуде көмектеседі. Күн және жел энергиясы сияқты жаңартылатын энергия көздерін қолдау тағы бір жақсы қадам. Бұл әрекеттер атмосфераға содан кейін мұхиттарға түсетін көмірқышқыл газының мөлшерін азайтуға көмектеседі. Соңында біз мұхит туралы көбірек білгенімізді басқалармен бөлісе аламыз. Адамдар мұхиттардың қаншалықты маңызды екенін неғұрлым жақсы түсінсе, соғұрлым оларды қорғағысы келеді. Біз теңіз тіршілігі мен мекендеу орталарын сақтау үшін жұмыс істейтін ұйымдарды қолдай аламыз. Біз басшыларымыздан мұхитты қорғайтын қатаң заңдар қабылдауды сұрай аламыз. Мұхит біздің планетамыздың көк жүрегі.